Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Масқара жаңалық. Болат Назарбаев кезінде халықты алдап, тартып алып, көптеген бизнеске ие болған еді. Енді оның көбісі жоқ болды. Достар, барлық шындықты білу үшін видеоға лайк қойыңыз. Болат Назарбаев өз жазасын алды ма, әлде бұл да спектакль ма? Пікіріңізді жазыңыз. Ал енді бастайық. Болат Назарбаевтың Алтын Орда базары енді болмайды. Алматының жаңа даму жоспарына сәйкес, қала ішінде 5 жаңа полиорталық пайда болады. Осылайша Алтын Орда көтерме бөлшек сауда базарын көтерме тарату орталығына айналдыру жоспарлануда. Барлық базарының орнына Западный автовокзалы, Лорд және метро станцияларын қамтитын ірі мультимодальді көлік торабы құрылады. Бұл туралы мәслихаттың 25-ші сессиясында әкімдік өкілдері мәлімдеді. Қаланы дамыту жоспарының өкілдері тұжырымдаманы жасау кезінде Токио мен Лондонның тәжірибесі ескерілгенін атап өтті. Полиорталықтардың әрқайсысының өзіндік экономикалық мамандануы болады. Бұл ретте дамудың жалпы принциптері айқындалды. Орталық үлгісі бойынша 90 сайынғы даму, әлеуметтік инфрақұрылымды құру және тарихи орындарды қалпына келтіру деді Алматы қаласы әкімінің орынбасары Мұхит Әзірбаев. Солтүстік Жетісу және Түрксіб аудандарының бөліктері. Осы жерден базарлар мен өнеркәсіптік кәсіпорындарды қала сыртына көшіру, жаңа ықшам аудандар салу, демалыс аймақтарын құру көзделуде. Кездесуде көрсетілген картаға қарағанда, атақты барахолкада қала сыртына көшірілуі мүмкін. Шығыс қақпасы, Құлжа трактінің бойындағы аудан. Жоғары жылдамдықты автобус желілері бар логистикалық хаб пен саябақ аймақтарын құру жоспарлануда. Батыс, Боралдай ауылының маңында жаңа темір жол вокзалы пайда болады. Сәкі қорғаны саябағының айналасында демалыс инфрақұрылымы құрылады. Оңтүстік батыс, қаладан Қарасай ауданына шығатын аймақ. Алтын Орда базары көтерме сауда орталығына қайта форматтауды күтуде. Барлық базарының орнына метро станциялары, жүрдек автобус желілері және темір жол вокзалы бар. Батыс, көлік айырбастау торабы құрылады. Тарихи орталық, Алматы қаласының орталық бөлігі. Инженерлік желілерді жаңартуға, тарихи ғимараттарды қалпына келтіруге баса назар аударылып, туризмді дамытуға баса мән берілмек. Ақылы тұрақтар, сондай-ақ велосипед жолдары көбірек болады. Өнеркәсіптік кәсіпорындар Астын және Киров атындағы зауыт орталықтан шығарылады. Тозығы жеткен тұрғын үй сүріледі. Сонымен қатар, шенеуніктер көлік инфрақұрылымын дамытуға, батыс бағытта 3 жаңа метро станциясының құрылысына және Төле би көшесінің бойында бірінші жүрдек трамвай желісін іске қосуға 2027 жылға дейін уәде берді. Олар барахолканың нақты қайда көшірілетіні нақтылаған жоқ. Орыстар қорқып шегінді. Өткен аптада Украина күштері Харьковте Ресей күштеріне ауыр соққы жасап, оларды шегіндірді. Соғыс тізгіні Украинаға өтті ме? Тамыздың басында Украина оңтүстігіндегі Херсон облысында шабуылын үдетіп, Днепр өзеніндегі көпірлер мен Ресей қару-жарақ қоймаларын атқылаған. Ресей Украинаның қарымта шабуылы болады деп, әскери күштерінің елеулі бөлігін Донбастан оңтүстік батысқа қарай көшірді. Ал өткен аптада Украина күштері елдің шығыс бөлігінде, Харьковтың оңтүстік шығысында қарымта шабуыл бастады. Бұл аймақта Ресей әскерінің саны аз, қорғанысы әлсіз болып шықты. Осының әсерінен Украина қарымта шабуылы үлкен қарқынмен алға жылжып, Оскил өзеніне дейін жетті. Донбастағы соғыс картасын қайта сызып шықты. Осы шабуылдардан кейін сарапшылар Украинаның 7 айға ұласқан соғыстың мәнмәтінін өзгертіп жібергенін айтады. Осыған дейін бірталай апта бойы Ресей мен Украина әскері бір-бірін ығыстыра алмай, тең жағдайда болып келген. Оңтүстік батыста Днепр өзенінен солтүстік шығыста Луганск пен Донецкіге дейінгі аралықта 2400 шақырымдық соғыс шекарасында елеулі өзгеріс бола қойған жоқ еді. Жаз айларында Украинаға батыс қаруы үлкен көлемде келіп, соғыстағы жағдай бірте-бірте өзгере бастады. Бірақ кейінгі 6 күндегі оқиғалар соғыстың өрбу бағытын түбегейлей өзгерткендей болды. Украина қазір соғыс тізгінін өз қолына алды дейді Австралия әскерінің зейнетке шыққан генерал-майоры, Вашингтондағы стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығында тағылымдамадан өтіп жүрген Майк Райан. Қазір Ресей Украина қай жерде шабуылдаса, сол жерде соғысуға мәжбүр. Харьковте жабдықтары мен әскерінен айырылғаны Ресейдің дәл қазір қысқа және орта мерзімде қандайда бір шабуыл бастауға қауқарсыз екенін білдіреді дейді Rochen Consulting компаниясының қорғаныс жөніндегі сарапшысы Конрад Музыка. 10 қыркүйек күні Украина күштері Изюм қаласын бақылауға алғанын мәлімдеді. Бұл қала Харьковтың оңтүстік шығысындағы темір жолдағы маңызды стратегиялық елді мекен болған. Ресей күштері жаз айларында батысқа қарай жылжығанда осы қалаға қатты сүйенген.
Ресей 24 ақпанда Украинаға басып кіргенде санаулы күннен соң-ақ Изюмге шабуылдай бастаған. Қаланы бірден ала алмай, құрсауға алып, наурыздың соңында ғана Украина күштері шегінгенде бақылауға алды. Telegram, Twitter секілді әлеуметтік желілерде Ресей бақылауында болып келген қалаға Украина туы ілініп жатқанын бейнелейтін видеолар көп тарады. Ал Украина билігі бір апта ішінде Ресей сәуірден бері жаулап алған жерден көп аумақты тартып алғанын мәлімдеді. Біз тек оңтүстік пен шығысқа қарай ғана емес, солтүстікке қарай да алға басып келеміз, деді Украина қарулы күштерінің басшысы генерал Валерий Залужный 11 қыркүйек күні Telegram желісінде. Оның сөзінше, қыркүйектің басынан бері Украина күштері 3000 шаршы шақырым жерді өз қолына алған. 11 қыркүйектің кешінде тәуелсіз көздермен расталмаған дерек көздер Украина күштерінің Ресей шекарасына дейін жеткенін хабарлады. Луганск облысының губернаторы Сергей Гайдай Украина әскерінің Лисичанск төңірегінде жүргенін меңзеді. Северский Донецк өзенінің бойындағы негізгі қала шілденің басында Ресей бақылауына өткенде Украина әскеріне үлкен сын болған. Қолбасшыларды жазалауды талап етті. Украиналықтар жеңіске жол бастап келеміз деп қуанып жатқанда, Ресей бұл жағдайға басқаша баға беруге болатынын мәлімдеді. Ресми түрде Мәскеу Украина күштерінің алға жылжығанын не Ресей әскерінің жеңіліс тауып жатқанын растаған жоқ. Елдің қорғаныс министрлігі әскерді Изюм мен Балаклия маңынан кері алдырып, қайта топтастырып жатқанын айтты. Ал мәскеуліктер 10 қыркүйек күні салтанатты отшашудың куәсі болып, қала көшелеріндегі биді тамашалады. Қаланың 875 жылдығын астаналықтар осылай атап өтті. Ал сол күні Ресей президенті Владимир Путин Мәскеуде самбо орталығы мен аттракциондағы шолу дөңгелегін ашу салтанатына қатысты. Ал Ресей әскери блогерлері мен әсіре ұлтшылдары ашуға булығып, Telegram каналдарында ресейлік қолбасшылар сынап жатты. Ресей барлауының бұрынғы қызметкері 2014 жылғы Донбастағы соғыста рөл атқарған. Қазір Ресей әскерін сынап отыратын атышулы офицер Игорь Гиркин мысқылдап, Изюм, Балаклия және Купянск қалаларын біздің құрметті украиналық әріптестерімізге беру жөніндегі керемет операция, деді. Мұнымен тоқтап қалмай Ресейдегі Белгород облысының Украинамен шекаралас аудандарында бере салуды ұсынды. Ал Шешенстан басшысы Рамзан Кадыров Ресей қолбасшыларының қателік жібергенін айтып, Украина күштерінің жетістіктерін керемет деп атады. Шешенстанның Кадыровшылар дейтін әскери құрылымы Украинадағы соғыс алаңындарында көрінген. Егер бүгін ертең арнайы әскери операцияны жүзеге асыруда өзгеріс болмаса, ел басшылығына хабарласып, жердегі шынайы жағдайды түсіндіруге мәжбүр боламын, деп жазды Кадыров Telegram каналында. Қорғаныс министрлі сияқты стратег емеспін. Бірақ қателіктер кетті, деп жазды ол постында. Бірақ мен бұдан қорытынды шығара аламын. Кісінің бетіне шындықты айтқанда жақтырмауы мүмкін. Бірақ мен шындықты айтқанды құп көремін. Осы жағдайға келген қолбасшыларды жазалаудан уақыт келді, деді танымал ресейшіл әскери блогер Максим Фомин 9 қыркүйектегі видеода. Соғысқа дейін сарапшылар Украина қарулы күштерінің әлеуетін төмен бағалап, қару-жарағы мықты деген Ресейге төтеп бере алмайды деп болжаған. Бірақ украиндар Ресейдің солтүстіктен Киевке төнген шабуылына тойтарыс беріп, Ресей әскерін Донбасқа қарай тықсырды. Ресей әскері сол жақта жүріп үлкен артиллерияның күшімен кей жерлерді өз бақылауына алған еді. Харьковке үлкен күшпен түсіп, алға жоғары жылдамдықпен жылжыған Украин күштері көптеген сарапшыны аң-таң етті. Олар соғыстың осылай өрбитінін болжай қоймаған. Раян Украинаның алға жылжуын қос бағыттағы қарымта шабуылдың бір бөлігі, жақсы құрылған жоспар деп атады. Херсондағы шабуыл алдамшы шабуыл емес еді, дейді ол. Бұл өте тыңғылықты жоспарланған және Ресейдің қарсығын еңсерген маңызды операция. Солтүстік пен оңтүстіктегі операциялар Украинаның ұқыптылықпен құрған жоспарының бөлшегі болып отыр. Меніңше, украиндар 3-4 механикалық бригадамен барып, не боларын анық білмеді, дейді музыка азаттыққа. Кемі ресейліктердің қорғанысын сынап, не боларын көру үшін барды. Нәтижесінде Ресей қорғанысы күйреп қалды, дейді ол. Украина әскерінің мұндай қарқынмен жетістікке жетуінде сарбаздардың рухы рөл атқарғаны айтылып жатыр. Десе де батыс қаруының да көмегі мол болды. Батыс берген техникалардың арасында америкалық HIMARS артиллериялық жүйелері, 777 гаубицалары, жоғары жылдамдықпен ұшатын зымырандар, франциялық Цезар гаубицалары, Германияның өздігінен жүретін артиллериялық жүйелері бар. Бұл қарулар Украина күштеріне алыстағы нысананы дәлдеуге мүмкіндік берді. Олар осының арқасында Днепр өзеніндегі көпірлерді, Харьков пен Луганск облыстарындағы әскери бекеттерді атқылай алды.
Ресей зымырандары сол жерлерден жау әскерін нысанаға ала алмайтын еді. Әскери сарапшылар енді не болар деп ойланып отыр. Украиндар осы екпінмен алға жылжи бере ме? Оған соғыс алаңдарын ұлғаюы кедергі келтірмей ме? Ресейліктер қайта топтасып қарымта шабуылға тойтарыс бере ала ма? Қорғаныс мамандары осы сұрақтардың жауабын іздеп әлек.